Tapsirma? Siz bor. Bugun sizga munosabatimizga qanday sizga boshlanib ketdi. O'zingiz ko'rib o'tganday, birinchi senior zamonda hech kimga estirmaydi. Birinchi senior zamonda qahramonlar. So'ngda bugungi sababda o'ylaysiz sizga zehningiz ochilib, kelimet bilim ko'rsatasiz. Bugungi sabaqqa boshlamizga tasdiqlaysiz. Bu topshirma berilgan bo'lasin. So'ni qaytalaymiz. Topshirmani o'tgan daqiqada qanday aksiya qilganini ta'min qilamiz. Birinchi Nuray. Yaxshi Nuray. Sizning nazaringizga Tulg'an akamiz Shamia xizmatdan o'tamiz. Bu kim? Mustafa Shoqaydan qanday xizmat qilasiz? Aha. Kavsar. Aha, Kavsar. Murat Qo'qatovni niye qilasiz? Qo'g'on bayratkari tag'da do'stlardan to'g'riz qazaqilar to'g'rilab chiqqan Janeze Ulesiz Lisey parlamentida turgan biznes so'zlar жұмыстарымен айналысты. Janeze do'stlar Alash bayratkari Baqjan Qaratay kim bu kishi? Alashni zangir Qo'g'on bayratkari Demokrat Janeze O'rab O'zbekiston salamat Alashqa deb Mujahid ularni qarinib qalin uyquga kelib qazoqni istetsizdi. O'yatsizdi. Janeze Ayxan Texanovda tiri bo'lsam qazoqqa xizmat etmay qo'ymayman deb o'zining uranmay qoldi. Ya'ni do'stlar, bugungi sizning takliflarimiz o'zingiz ko'rib o'tirganday qazoqdan intelligentsiyasi, qazoqdan manbalar keyin siyosiy qo'g'on xarakterlari және bizning tayyorlik alımızga үлесін қосқан керемет тұлғалар. Және де бұл зиялылардың мақсаты қылықтаушылар. Қазақтың егемендігін, мемлекеттілігін қайта қалпына келтіріп, бізге осындай тәуелсіз мемлекеттік сыйлаулардың сол жолда құрбан болған біздің көрнекті ғалымдарымызды, көрнекті ағартушыларымызды, көрнекті саяси қайраткерлерімізді бүгін естеміз, өтетін боламыз. Қазақ зиялылары кімдер? Олар туралы не білесің? Көш жолында тер төккен қоғам және мемлекет қайраткері. Ахмет Байтұрсынұлы, ұлт-азаттық қозғалыс жетекшісі, мемлекет қайраткері, ақын, публицист, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы. Олармен таныстық өтті, енді деңгейлік тапсырмаға өтейік. Бірінші, өздеріңіз көріп отырған тапсырманы орындап шығамыз. Авторын жазасыздар. Бірінші сұрақтың авторы кім, соны жазасыздар. Екінші сұрақтың авторы кім, соны жазасыздар. Уақыт кетті. Жақсы, бірінші сұрақ бойынша Ташкенттегі Ерлер гимназиясын 6 медальға бітірген Мұстафа Шоқай. Жақсы, екінші 1905 жылы Орал қаласындағы Қазақстанның бес облысы Тынышбаев. Үшінші сұрақ, Иман Жүсіп 37 жылғы 8 қазанда қамауға алынып, екіден соң 8 желтоқсанда атылған Ахмет Байтұрсынов. Жақсы сұрақ, бәріңіз сізде. Бақытсыз Жамалатты тұңғыш роман жазған Нұржақып Дуланды жайлы соғыста Қадыржан Қаратаев. Жақсы. Екінші тапсырма, жалған немесе ақиқат екенін анықтаймыз. Жалған немесе ақиқат екенін анықтаймыз.
Шынар Мырза ақиқат. Және де соңғысы Бөкейхан Ресейдің екінші мемлекеттік думасының депутаты болды ма? Жалған. Себебі ол нешінші мемлекеттік думасы болды? Бірінші мемлекеттік думаның қай облыстан сайланып еді? Семейден. Жақсы. Үшінші тапсырма. Картамен жұмыс. Берілген тұлғалардың туған өлкелерін картада не істейміз? Орналастырамыз. Дәптерге. Басымыз көтереміз. Бірінші, Мұхамеджан Тынышпаевтың өмірге келген өлкесі қай? Жетісу. Кеттік. Нұржан Дулатов қай өңірде келді дүниеге? Торғайда. Торғай қайшы бізде? Қадыржан? Иә, жоғары жақта. Алихан Бөкейханов? Семейде. Ахмет Байтұрсынов? Торғай облысында. Мұхамеджан Тынышпаевты айттым. Мұстафа Шоқаев? Айзия? Ташкент. Қызылорда? Иә, Қызылорда. Дұрсайдат Каусар молодец. Және Бақытжан Қаратаев? Батыс. Сондықтан да ол Оралдан неге сайланып еді депутаттыққа? Кімді дәл осылай тексеріп шығамыз? Алихан Бөкейхановтың 5 ұстанымын таңдап шығарсыздар. Жазушы Тұрсын Жұтбайдың айтуынша Алихан Бөкейханов 5 ұстанымды негізге алған екен. Алихан Бөкейхановтың Тұрсын Жұтбайдың айтуынша 5 ұстанымы бар. Соның бірінші ұстанымын кім айтады дейді? Айзия. Алаш ұлттық демократиялық мемлекет болып тиіс. Ол үшін ең алдымен жер болу керек. Жерсіз отан жоқ. Дұрыс айтасыз. Бірінші, Алаш демократиялық мемлекет болу керек деген ұстанымы. Демократиялық мемлекет болу үшін не болу керек дейді бірінші? Жер. Сондықтан да тәуелсіз мемлекет болу үшін бізде бірінші жерімізді қайтаруымыз керек. Екінші ұстаным кім айтады дейді? Каусар. Жердің астындағы, үстіндегі, көңілдегі байлығы қазақтың өзіне беруі керек. Алихан Бөкейханның сөзіне айтсақ, қазақтың өзінің түйесі болуы керек. Дұрыс айтасыз. Яғни қазақтың жер астындағы, жер үстіндегі барлық байлығы кімге тиесілі болу керек? Қандай байлықтарды айтып жатыр? Қазба байлықтар. Шикізат көздері. Жақсы. Үшінші ұстанымды кім айтады дейді? Фатима. Мемлекет толық экономикалық тәуелсіздікке қол жеткізуге тиіс болған. Қазақтың жерінде өндірілген жүн өздеріне тоқыма болып келуі керек. Дұрыс айтады. Қазақтың барлық шығып жатқан экономикалық көздері кімге жұмыс жасау керек деді? Қазаққа. Бір уыс жүн шықса, содан тоқылған киім кімге тігілу керек деді? Қазаққа деді. Жақсы. Төртінші ұстанымы қандай екен? Хакім. Қазақ мемлекетінде құрушы ұлттың тілі, діні, менталитеті өзге ұлттарға қарағанда үстем болу керек. Дұрыс айтасыз. Қазақ жерінде қанша ұлт өкілдері болса да, қазақтың ұлтының тілі, діні, қазақтың ұлттық салт дәстүр менталитеті басқасынан айрықша ерекше болып тұру керек дейді. Және де бесінші ұстанымын Айгерім. Ең негізгі ұстаным ол ғылыми, оның ішінде тәуелсіз ғылыми, ұлттық дәстүрлі негізгі заңға сүйене отырып, Жапония ішінде Жапонияның үлгісіндегідей нені дамыту керек дейді? Ғылымды дамыту керек дейді. Отыра қойыңыз, рахмет. Себебі Жапонияда ең дамып келатқан керемет ғылым үлгісін көрсетіп жатыр сол кезде. Экономикалық жағынан керемет алдыға шыққан держава болып табылды. Түсінесіздер ғой, иә? Қазірде экономиканың бүкіл жаңағы техника, технологияның отаны болып табылып отқан қай мемлекет? Сол Қытай, Жапония, иә? Үшінші деңгейдің тапсырмасы бойынша грейд формуласымен Алихан Бөкейхановтың қызметіне баға береміз. Көсер, басымызды көтеріңіз. Жақсы, бірінші пайдалануға болатын елеулі бетбұрыстар бойынша кім айтамыз дейді? Қадыржан. 1900 жылы Ресей біздің өлкеміздің географиялық жүйелі деп Алихан Бөкейханов 8 томдық жинақша жасайды. Ол шет билігінің
maqsadda qozoq tilini shu jam-jaqqa zerttep chiqardi. Молодец. Жақсы. Барлығын есінде сақталған. Нұрайда басқа еңбек береміз ба? Продолжил жалпы 20 сақозыласын барлық жұмыстарда. Жақсы, өте жақсы. Кең таралуға ие болған оқиға қасына? Алаш партиясының құрғаны және халықаралық Өте жақсы. Болашаққа әсер еткені? Ясмина? қазақ мемлекетінің қалпына келтіру амалдарын тапқан. Өте жақсы. Және де соғысы қауіпті майдан деді. Роза. Жақсы. 1907 жылы шетелдік тұтқындалып, 23 қыркүйекте ату жазасына кесілді. Өте жақсы. Балалар, топтық тапсырма. Топтық тапсырмада бірінші топ сіздерге қазақ зиялыларының көшбасшылары, оның ішінде Алихан Бөкейханов. Екінші топ сіздерде Ахмет Байтұрсынов пен Міржақып Дулатов. Және де үшінші топ сіздерде екеуіңізге Мұхаммед Тынышбаев, екеуіңізге Бақытжан Қаратаев, екеуіңізге Мұстафа Шоқаев. Жақсы. 3 минут уақыт беріледі, 3 минуттан кейін бастаймыз. Топтық тапсырмаға кезек берейік, уақыт өтті. Бірінші топ қазақ зиялыларының саяси көшбасшысы және Алихан Бөкейханов туралы не айта аласыздар? Бастайық. 1866 жылы дүниеге келген, 1907 жылы дүниеден өткен. Оның негізгі үлкен оқиғасы ол өзара тартылып, журналға тасталған болатын. Алихан Бөкейханов негізі ағылшындар үкіметінің төрағасы болып саналған, және де ол Қазақстанның қалпына келтіру үшін көптеген өзгерістер. Жақсы, жақсы. Не айтасыз? 20 ғасырдың басында қазақ даласы екі ағымға бөлінді. Бірінші ағым ол Бұхарның Түркістан өлкесінен кең тараған исламшыл, екіншісі батыс өлкелінен жалпы ұлттық қоғам. Жақсы, жарайды. Екінші топ сіздерде Ахмет Байтұрсынов және Міржақып Дулатов. Жақсы, кім бастайды дейді? Роза. Ахмет Байтұрсынов 1833 және 1937 жылдары өмір сүрген. Торғай осы Торғай өзінде дүниеге келген Сарытөбе мекенінде өмір сүрген. Жақсы, қазына. Міржақып Дулатов 1885 жылы 1935 жылы дүниеге келген. Торғай облысында Қызылкөл мекенінде дүниеге келген. Ең бірінші бөлімде 2 сыныптық сол Торғай облысындағы уезден алған. Одан кейін 1904 жылы Торғай облысындағы уездіндегі істерге белсене қатыса бастады. Алаш қайраткері, жазушы, журналист. Өте жақсы, өте жақсы. Олардың оянғанға бағытында бақытсыз жаман деген шығармалар бар. Өте жақсы, жақсы. Міржақып Дулатовтың оян қазақ атты шығармасы шыққан соң, оның 1910 жылы үкімет бақылауға алып, оны 6 жылға түрмеге отырғызды. Өте жақсы. Әсия, кім сіздерде? Мұхамеджан. Бастаймыз. Мұхамеджан Тынышбаев 1879 жылы туылды, 1938 жылы қайтыс болды. Ол алаш қозғалысының қайраткері, тарихшы ғалым және ең алғаш темір жол инженері. Молодец. Бақытжан Қаратаев 1863 жылы дүниеге келіп, 1934 жылы дүниеден озған. Бақытжан Қаратаев батыс Қазақстанда Ақбақай ауылында дүниеге келген. Бақытжан Қаратаев Санкт-Петербург университетінде оқып, оны үздік болып аяқтаған 1905-1914 жылдар аралығында. Мұстафа Шоқай 1890 жылдан бастап 1941 жылға дейін өмір сүрген болады. Оның туған жері Сырдария губерниясында Шиелі ауданында дүниеге келген. Оның еңбектері 1927 жылы Яш Түркістан журналы шығара бастаған. Өте жақсы. Жылда, Босқын. Тест орындаймыз. Жақсы. Иманғали жақсы келе жатсыз. Қадыржан жақсы келе жатсыз.
Жақсы құрметті оқушылар, бағаны анықтап алайық. Бүгінгі сабақ бойынша Кәусар 7 ұпай, Нұрай 9 ұпай, Дарын 9 ұпай, Ясмина 8, Қадыржан 8, Әйгерім 8. Егер тапсырма құрметті оқушылар, Алихан Бөкейханов ізімен деген тақырыпта өздеріңіздің ой толғау эсселерін жазып бересіздер. Жақсы ма?